Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жазық фигуралары. Біздің бүгінгі сабағымыз жазық фигуралары жайында болады. Бүгін сен жазық фигуралармен танысып, оларды қоршаған орта заттармен байланыстырасың. Балалар, кешегі сабағымызда қалам кеңістік фигураларын ойлап тауып, қылқаламнан қашамын деп фигуралардың үстіне шығып, артына тығылып көріп еді. Енді міне бүгінгі сабағымызда қылқалам екеуі бірігіп, жерге тағы да фигуралар сызып көрді. Бірақ олардың артына тығыла алмады, үстіне де шыға алмады, көлеңкесін де көре алмады. Бұл қандай фигура деп ойланып отырғанда, оларға Майя көмекке келді. Балалар, сендер де оқи білесіңдер. Майямен бірге фигуралардың атын айтып берейікші. Әрі өзіміз де жаттап аламыз. Майя қандай фигураны алып келді? Шеңбер немесе дөңгелек. Дұрыс айтасыңдар. Ал енді ше? Үшбұрыш. Жарайсың. Келесі фигура қалай аталады? Шаршы. Әрине, дұрыс айтасың. Мына фигура қалай аталады екен? Тік төртбұрыш. Қандай ақылдысың, бәрекелді. Балалар, жазық фигуралары қалай пайда болады? Кеңістік фигуралардан жазық фигураларды қалай алуға болады? Ол үшін текшені алып, бір бетін қағаз бетіне қойып, айналдыра сызамыз. Шаршы пайда болды. Шаршы деп барлық қабырғаларының ұзындықтары тең фигураны атайды екенбіз. Енді цилиндрдің негізін алып, тағы да айналдыра сызайық. Қандай фигура пайда болды? Дөңгелек. Тағы қандай кеңістік фигурасынан дөңгелек жасауға болады? Жарайсыңдар. Конустың табанынан. Енді пирамиданың қырының бірін қағаз бетіне қойып, айналдыра сызайық. Үшбұрыш шықты. Жазық фигуралар бір жазықта жатады екен. Дәптер бетінде де, тақтада да. Сондықтан да, балалар, қалам мен қылқалам жазық фигураларының артына тығыла алмайтынын, үстіне шығуға болмайтынын да түсінді. Балалар, жазық фигураларының беті тегіс болады. Олар кеңістік фигурасының табанының пішіні мен жақтарын қағаз бетіне сызу арқылы пайда болады екен, және олар бір жазықта жатады екен. Ал балалар, қандай жазық фигурасын көріп отырсың? Атайық. Күннің пішіні дөңгелекке ұқсайды. Шуақтары тік төртбұрышқа ұқсайды. Есіктің пішіні тік төртбұрышқа ұқсайды. Жарайсыңдар. Сағаттың пішіні дөңгелекке ұқсайды. Дұрыс айтасың. Жарайсыңдар, балалар, өте жақсы. Ендеше, балалар, мен сендермен сәйкесін тап ойынын ойнағым келіп отыр. Қай кеңістік фигурасының табанын немесе жақтарын қағаз бетіне сызатын болсақ, жазық фигурасы пайда болады екен? Ойланайықшы, балалар. Конус пен цилиндрдан дөңгелек пайда болады. Жарайсың. Ал текше мен пирамидадан
шаршы пайда болады. Дұрыс айтасың. Параллелепипед жақтарынан тік төртбұрыш пайда болады екен. Жарайсыңдар, керемет. Балалар, біз кеңістік фигураларын айналамыздан көре алады екенбіз. Ендеше, сен өз бөлмеңдегі кеңістік фигурасына ұқсайтын заттың суретін сала ғой. Балалар, Али Аядан фигуралар нешеге бөлінетінін сұрап жатыр. Ая оған фигуралар екіге бөлінетінін айтып түсіндірді. Али ойланып қалды. Ендеше оларға кеңістік фигурасы мен жазық фигурасын екі сандықшаға бөліп салуға көмектесейік. Кеңістік фигуралары: текше, параллелепипед, шар, цилиндр, пирамида, конус. Балалар, жазық фигураларына шаршы, үшбұрыш, тік төртбұрыш, дөңгелек жатады. Олар кеңістік фигураларының табаны мен жақтарын қағаз бетіне сызу арқылы пайда болады екен. Балалар, келесі сабақта біз жазық фигураларының моделін жасаймыз. Ол үшін бізге ермексазға арналған тақтайша, шит таяқшалары қажет болады. Сондықтан осы заттарды ертеңгі сабағымызға дайындап қойыңдар. Балалар, бүгінгі сабақта орындаған тапсырмалар бойынша өзіңді өзің бағалап көр. Саған бүгінгі сабақта бәрі түсінікті және қызықты болса, онда жасыл смайликті таңда. Әлі де сұрақтарым бар деп ойласаң, онда сары смайликті таңда. Ал енді сабақ маған түсініксіз болды десең, онда қызыл смайликті таңда, бірақ мұнайма. Бұл сабақты сен қайта қарап шығуыңа болады. Балалар, бүгінгі математика сабағымыз осымен аяқталды. Сабақ сендерге ұнады деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңдар.